Балалар мен жасөспірімдердің өлкетану және де туризм орталығының мүшесі мен Айтқұлдана және де менің үйірме жетекшім Бәкір Меруерт. Бүгінгі біздің тақырыбымыз киелі қобыз иесі. Бүгінгі менің сабақтағы мақсатым киелі қобыз иесі Қазақбаев Қанат жайлы айтатын боламын. Сіздерге сол адам кісі туралы өмірін жалпы шолу айтып, және де ол кісінің шығармашылығы туралы айтып кететін боламын. Және де бұл ғылыми жұмыста ұлтымыздың қоңыр әуенін сақтап келе жатқан ең ежелгі қобыз аспабының шығу тарихы мен оның жасалу жолдарын айтып кететін боламын. Және де біздің өңіріміздегі сапалы қылқобыз жасаушылардың саны көп болғанымен, оларды танып білушілер өте аз екен. Сол себепті бүгін мен сіздерге сол кісіні таныстыратын боламын. Осындай дүниені өмірге әкелетін қазақтың хас шебері Қазақбаев Қанат Дотаұлы. Қобыз, жалпы қобыз бұл көнеден келе жатқан қазақ халқының ұлттық музыкалық аспап екенін барлығымыз білеміз. Ол бізде аспап, ысқысы бар аспаптардың қатарына жатады. Және де қобыз бізде көбінесе қайын, аша сияқты қатты ағаштардан жасалынады. Оның бас, кеуде, аяқ деген 3 бөліктен тұрады. Жалпы аспаптың мүмкіндігі зор. Әрқилы дауысы мен көбінесе ол табиғат дауыстарын бізге жақсы салып береді. Және де қобыз сөзі қобыдан шыққан дыбыс деген мағынаны білдіреді. Және де қазақ халқы үшін қобыз киелі аспап болып саналады. Себебі қобыз біздің күшіміздегі жаман қасиеттерді шығарып, біздің бойымызға күш қуат береді. Жалпы осы Қанат Қазақбаев ағамыздың өмір дастанына келетін болсақ, ағамыз 1962 жылы Жамбыл облысы Шу ауданы және де Абай ауылында дүниеге келген екен. Ол кісі бізде, мына суреттен көре аласыздар Абай ауылын. Және де ол кісі бізде 1978-1982 жылдары осы мектепте білім алған. Жұбанов атындағы музыка мектебін тәмамдаған екен. Мына суретте біз қобыз жасау технологиясын көре аламыз. Мен мысалы осыдан бірнеше күн бұрын ағамыздың шеберханасына барып, ол кісі маған қобыз жасауды түсіндірген болатын. Міне осы суреттерден көре аласыздар. Жалпы қобыздың бізде қазір бірнеше түрі белгілі: нар қобыз, қыл қобыз, жел қобыз, сазген, альт қобыз және призма. Және де мына суретте біз қобыздың бөліктерін көре аламыз. Мына бөлігі бізде мойын, мына бөлігі бізде алақан, ал мына бөлігі шанақ деп аталады. Жалпы қобыздың құлақ, мойын, ішек, тері, тиек, ішек тартқыш және түйме деген бөлшектері болады. Қобыз бітеу ағаштан ойып жасалынады, немесе мойны бөлек, шаңғысы бөлек болып құрастырылып жасалатын музыкалық аспап. Және де қобызды тұтастай шабу. Қобызды шабу үшін ұзындығы 70, ені 22, ал қалыңдығы 20 сантиметрден тұратын бізге қатты ағаш керек болады. Және де ең басты шарт, ағаш бізде жақсы кептірілген, ешқандай шыбығы немесе бұтағы бүлінбеген, яғни таза күйінде қажет болады. Шабу жұмысын Қанат аға балтамен атқаса, ал үңгі жұмыстарын шот және стамеска құралдарымен жүргізеді екен. Жалпы осы аталған жоғарыдағы кезеңдерден өткеннен кейін қобызды тазалау және әрлеу жұмыстары атқарылады. Мына жерде бізде жаңа қобыздың мүшелерін жасау туралы айтылған. Жалпы қобыздың ішегін ұстап тұратын ең басты нәрсесі ол бізде түйме. Ол қырғыз станогымен немесе қол құралдары арқылы қатты ағаштан жасалынады. Және де ішек ұстауыш қатты ағаштан әртүрлі ыңғайлы формада ішкі жағын ойып, үстіңгі жағы доғалданып жасалынады. Мына суретте сіздер қобызды көре аласыздар. Осылайша шебер бір қобызды жасау үшін 15 немесе 20 күн уақытын жұмсайды. Және де жаңа көрсетілгендей, біздің ағамыз осындай қобыздың 300 данасын жасаған екен. Және де ол қобыздарға қызықпайтын адам жоқ. Және де 2014 жылы белгілі археолог Зейнолла Самашев бастаған бір топ ғалымдар Шығыс Қазақстан облысында Берел қорғанын шамамен зерттеу барысында шамамен 7 ғасырда өмір сүрген жаңағы сарбаздың жанынан осы қобызға ұқсас бір аспапты тапқан екен. Сол қобызға ұқсас аспаптың суретін осы ағамызға беріп, ағамыз сондай қобыздың 9 түрлі данасын жасаған. Және де ағамыздың жетістіктерін айта кететін болсақ, оның қолымен жасалған қобыз Италияның Ватикан қаласындағы музейде Қорқыт ата кітабының жанында қойылған екен. Және де қобыз шебері түрлі конкурстарға қатысып, әрқашан жүлделі орындарға ие болған.
Жалпы бүгінгі менің ғылыми жолымды қорытындылай келе, қобыз жасаудың хас шебері Қанат Қазақбаев ағамыздың өзінің туған өлкесінің табиғатына қарай материал таңдай, ешкімге ұқсамайтын өзіндік технологияны пайдаланып, сапалы әрі әуезді аспап жасайтындығын және олар үлкен сұранысқа ие екенін дәлелдеп шықтым деп ойлаймын. Менің ұсынысым, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзі бар. Жанында жүр жақсы адам деген сөздің байыбына бара бермейміз. Шын мәнінде тәуелсіздік дәуірінде өзінің еңбегімен, білімімен, күшімен, өнерімен озып шыққан қаншама замандастарымыз бар. Олардың жүріп өткен жолдары кез келген статистикадан артық көрсеткіш деп атап өткендей, үлгі болар өнерді үкілетіп жүрген Қанат Қазақбаев ағамызды Қазақстанның 100 жаңа есіміне қосуларыңызды ұсынамын.